Алла тағала бол деп бұйрық берді. Жоқ нәрсе пайда болды. Кімде-кім жаратушы Алласын шынайы таныса, Алланы жақсы көрмеуі мүмкін емес. Кімде-кім Алласын шынайы жақсы көрсе, оған бағынбауы мүмкін емес. Ал кімде-кім Алла тағалаға шынайы бағынса, бақытсыз болуы мүмкін емес. Мүлде мүмкін емес. Екінші Қудси хадис. Ұлы әрі биік. Аллах айтады: мен сендердің өздерінде және барлық жаратылыста өзімнің жалғыздығымның дәлелдерін жараттым. Жаратылыстың ешбірінде маған серік жоқ. Мұхаммад, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, менің қолым әрі елшім. Кімде-кім менің тағдырыма разы болмаса, сынақтарымды қабыл етпесе, берген нығметтеріме шүкір етпесе, және нәсіп еткен ризық несібеме қанағат қылмаса, онда маған тең болса, басқа бір құдайға құлшылық етсін. Кім дүниелік қиындықтарға бола қайғырып наразы болса, ол маған ашуланғандай болады. Кім басына түскен бәле үшін шағымданса, ол маған шағымданғандай болады. Кім бай адамның алдына барып, оның байлығы үшін көзін қор қылса, оның иманының 2/3 жойылады. Кім өлімді қабылдай алмай, жақыны қайтыс болғанда бетін сабап қарсы шықса, бұл маған қарсы найза көтеріп соғысқанмен тең. Кім қабір үстіндегі бұтақты сындырса, ол менің қағбамның есігін өз қолымен қиратқандай болады. Кім ризықты қандай жолмен тауып жүргеніне, халал ма, харам ба, мән бермесе, Аллахтың оны тозақтың қай қақпасынан кіргізетініне де мән бермегені. Кім дініне сай ізгі амалдарын көбейтпесе, ол зиянда қалады. Ал кім осылай болса, оған өлім қайырлы. Кім білген іліміне амал етсе, ұлы Аллах оған білмеген білімін де береді. Ал кім өзін тек құр үмітпен алдарқатса, оның амалдары ықыласты болмайды.